Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен творожные юбочки жасаймыз. Ол үшін бізге бар болғаны творог, сары май, ұн, тұз, разрыхлитель және қант қажет. Ең алдымен творогқа бөлме температурасында еріген сары майды қосып жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырып, массамызды біріктіріп тесто илейміз. Барлық ингредиенттердің мөлшері описаниеда жазылған. Міне біздің тестомыз осындай болып шығады. Енді тоңазытқышқа шамамен 10 минутқа қалдырып қоясыздар. Тесто менде 10 минуттай тұрды. Енді тестомызды оқтаумен кішкене бетіне ұн шашып, осылай жұқалатып жайып шығамыз. Енді қантты осылай бөлек ыдысқа салып аласыздар. Тестомызды дөңгелек бөліктерге кесіп шығасыздар. Видеода көрсетілгендей осылай әр бөлікті қантқа батыра отырып юбочка жасап шығасыздар. Бір жағын ғана матырып отырасыздар. Енді оны 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 25 минуттай пісіртіп аласыздар. Міне осылай қызарып пісуі қажет. Біздің юбочкаларымыз дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді, әрі оңай тез жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге біздің видеолар ұнаған болса, біздің рецепттер пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді сұраймыз. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.